Менің есімім Ускелдиев Расул. Мен Николай Островский атындағы нөмір 4 орта мектебінің 9 сынып оқушысымын. Бұл жоба біздің шығармашылық ізденісіміздің нәтижесінде құралған ұшақ. Бұл ұшақты біз түгелдей пенопласт материалынан жасадық. Алды жағы және алдыңғы қанаттары бізде 7 градусқа көтерілген. Бұл ұшақтың микромоторчиктарын біз арнайы заказбен алдыртып дайындаған болатынбыз. Алдыңғы винттарын ата кететін болсақ, бұл винт ұшу барысында жел арқылы айланып, тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Және де бұл ұшақ биыл жасалғандықтан, бұл ұшақтың атын Қазақстан 2026 деп қойдық. Бұл ұшағымыз бірнеше тексерістен өткен болатын, және де осы соңғы 6-шы мүмкіндікте жақсы нәтиже көріп отырмыз. Қазір осыны ұшырып көреміз. Назарларыңызға рахмет.